Көненің көзіндей болған бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі тоғызқұмалақ. Көненің көзіндей болған бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар дейді зерттеушілер. Тоғызқұмалақ қазақтың ерте заманынан келе жатқан ұлттық спорт ойыны болғанымен, оны қырғыздар да, қарақалпақтар да, алтайлықтар да ойнайды. Алайда қазақтың тоғызқұмалақ ойыны тіпті кемелденген және дамыған. Тоғызқұмалақ ойыны қазақ даласында кең таралған. Өйткені Қазақстанның бірнеше облыстарынан табылған археологиялық қазбалар осы ойға жетелейді. Тым әріге бармай 19 ғасырдан бері қарай айтар болсақ, бұл ойында қазақтың кемеңгері ұлы ақыны Абай Құнанбаев сүйіп ойнаған. Қазір Шығыс Қазақстан облысындағы ақынның мұражайында Абай ойнаған тоғызқұмалақ тақтасы сақтаулы тұр. Қазақ спорт журналистикасының атасы әрі ұстазы Сейдахмет Бердіқұлов та кезінде ұлттық өнерді насихаттап, мақтан тұтқан. Ұлттық ойынымыздың атауы тоғызқұмалақ, біріккен сөз. Алғашқы сыңары сан есімде, кейінгісі зат есім. Құмалақ неге 7, 8, 11, 13 емес. Рас, 9 саны ежелгі түркілерді көптік мағынаға ие әрі қасиетті сан. 9 жолдың торабы, 9 қабат торқадан, 9 інген боталап, 9 інген құлындап деген сөз тіркестердің бәрінде 9 саны көптік мағынаны білдіріп тұр. 9 шексіздікті бейнелейтін сан. Ойын негізінен екі ойыншының арасында өтеді. Ойынды бастайтын ойыншыны бастаушы, ал оның қарсыласын қостаушы деп атайды. Бастаушы ойыншы жеребе арқылы немесе рейтингтік көрсеткіштер бойынша анықталады. Тоғызқұмалақ ойынында қарсыластар алма-кезек жүрістер жасайды. Ойын тоғызқұмалақ тақтасы деп аталатын арнаулы тақтада ойналады. Осында шар тәріздес құмалақтар пайдаланылады. Бұл тақта тең екі бөлікке бөлінген, 18-тік және екі көлденең отаулардан тұрады. Ойын басында әр отауға 9-дан құмалақтар салынады. Яғни ойын басталар кезде әр ойыншының жағында 81-ден құмалақтар болып, ойынға жалпы 162 құмалақ қатысады. Тоғызқұмалақтың бұдан да көп, бұл жерде айтылмаған сырлар көп. Негізінен бұл ойын сонау кеңес үкіметі кезінде үлкен тоқырауға ұшырап, халық арасында беделі едәуір түсіп кетіп еді. Бірақ қазір қайтадан жанданып, дамып жатыр. Әлемдік деңгейдегі федерациясы бар. Қазірде осы қауымдастық екі бірдей әлем және бірнеше Азия, Еуропа чемпионаттарын өткізіп үлгерді.